Қайырлы күн, құрметті өнер сүйер қауым. Мен бүгін сіздерге Қазақстанның қазіргі заманғы сәндік қолданбалы өнерінің қалыптасып өркендеуіне өз үлесін қосқан белгілі суретші Батима Заурбекованың гобеленіндегі ұлттық бояулардың сыры жайында дәрісімді ұсынамын. Қазақстанның қазіргі заманғы сәндік қолданбалы өнерінде басты орын алатын гобелен 1970-80 жылдары Қазақстан гобеленінің қарқынды дамыған кезеңі деуге болады. Осы жылдары тоқыма суретшісі қазақ ұлттық гобеленінің негізін салушылардың бірі Құрасбек Тыныбековтың ұйымдастыруымен республикамызда гобелен мектебі қалыптасты. Ұлттық қолданбалы өнер мектебінің дамуына үлкен үлес қосқан Батима Заурбекова, Қанафия Оспанов, Ирина Ярема тағы басқа суретшілер болды. 1970-80 жылдары Қазақстанда көркем тоқыманың қанат жаюына қолайлы жағдай жасалды. Осы кезеңде гобелен заманауи сәндік қолданбалы өнер түрінің жаңа басым бағыттарының біріне айналды. Гобеленнің қалыптасып өркендеуіне талантты суретші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Шоқан Уәлиханов атындағы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Батима Есмұратқызы Заурбекованың шығармашылығы көп қызмет атқарды. Батима Заурбекова 300-ден астам туындыны дүниеге әкелді. Олар гобелендер, кескіндемелік сәндік полотнолар, портреттер мен натюрморттар. Суретшінің үздік туындылары Нұр-Сұлтан мен Алматыдағы еліміздің ірі музейлерінде, шет елдерде Австралия, Германия, Франция, ақш, Италия, Канада, Түркия, Швейцария және тағы басқа елдердің коллекцияларында сақтаулы. Заманауи сәндік қолданбалы өнерге батыс мәдениетінен келген гобелен техникасы сырт жағынан алғанда қазақтың жатық тоқылған алаша, тақыр кілем, бау басқұрларын еске түсіреді. Сол себепті суретшінің дәстүрлі жатық тоқылған гобелен техникасын ерекше жақсы көріп, өмірі мен өнерін осыған арнауы тегіннен тегін емес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің жинақтамасында Батима Заурбекованың еліміздің ұлттық қазынасы болып саналатын 18 туындысы бар. Оның шығармашылығы Қазақстан бейнелеу өнерінде ерекше орын алады. Суретші гобелендері мен кескіндемелерінің астарында көркем пластикалық ырғақта көрінетін ұлттық дәстүрдің сарындары мен нышандары қалыптасқан. Оның оптимизмге, шынайылық пен жан тазалығына толы туындылары заманымыздың рухани ахуалын көрсетеді. Батима Заурбекованың шығармашылық туындыларында ерекше философиялық ойлар мен поэтикалық көңіл күйге толтыратын лирикалық тақырып басым. Олар форманың түстік, идеялық және композициялық мән-мағынаның жарасымдылығымен ерекше. Суретші әрбір жаңа жұмысы мен орындау техникасының барлық қырын аса бір сеніммен және шеберлікпен екшей түседі. Батима Заурбекова кескіндеме міндеттерін ешбір қиындықсыз оп-оңай орындайды. Композицияның өрнектік сәндік шешіміне баса көңіл бөледі. Түстік гаммаға бай қазақ өрнегінің еркін интерпретациясы, қайталанып отыратын толқынды сызықтары көктем гобеленіне қайталанбас ұлттық бояу береді. Гобелен жасаушы әрі кескіндемеші, әрі тоқымашы, әрі мүсінші болып келеді. Суретшінің туындысында үйлесімді түстің жарқырауын, сызықтар пластикасын, композицияның динамикалық мінезін көрсетіп, картинадағы қуанышты сәттерді жарқын бояумен толтырған. 1973 жылдар кезеңінде Жазира дала, Мәңгілік муза, Қазақстан және тағы басқа туындылары ауыл өмірінің шынайы көріністерін береді. Бұл туындылар негізінде суреттерінің панорамалығымен ерекшеленетін жанрлық композициялар болып табылады. 1980 жылдары
Көркем Гобелен Қазақстанда өзіне бірнеше жанрға тән қасиеттерді бойына жинап, әр түрлі бағытта дами бастаған кезде оның шығармашылық күші де кемеліне келіп, толыса бастаған болатын. Кешкі әуен деп аталатын стильденген абстрактылы жұмысында ырғақ басым мәнге ие болған. Бұрынғыларға ұқсамайтын композициялық және түстік шешімдерді пайдаланған. Жұмыс ұлттық бояуға бай декоративті үлгімен тоқылған. Бұл жұмыста дәстүрлі және заманауи бастаулар үйлесім тапқан. Тік ырғақ пен симметриялық сызықтардың арқасында қатаң классикалық композиция құрылған. Мұны стильдендірілген адам тұлғалары мен киіз үйлердің көрінісінен байқаймыз. Тоқыманың ұлттық ерекшеліктері өзінің құрылым мәнері мен қазақ басқұрлары мен алашаларын еске түсіретін түрлі түсті жолақтардың тік ырғақтарында апанық көрінеді. Бәтима Есмұратқызы Заурбекова 1990 жылдың басында Франция елінің көптеген қалаларында өткен бірнеше айтулы халықаралық сәндік қолданбалы өнер көрмелері мен фестивальдарына қатысты. Батыс Еуропа кескіндемелерінің жауһарлары мен жақын арақ танысу Бәтимаға мол әсер қалдырып, жаңа ізденістерге баруына жол ашты. 1997-1999 жылдар аралығында Түркия елінің бірнеше қалаларында жеке көрмелерін өткізіп, кескіндемемен шұғылдануына үлкен мүмкіндіктер туды. Суретші өзін көпке мәлім еткен монументалдық декоративтік жұмыстарын, портреттер мен натюрморттар топтамасын жасады. 2005 жылы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне арналған гобелендер мен кескіндеме топтамаларын дүниеге әкелді. Сонымен қатар Астана мен Алматының панорамалық қалалық көріністері Бәтима Заурбекованың сүйікті жанрларының бірі болды. Оның киіз үй ішінде деп аталатын лирикалық композициясындағы тербелген саз сарын ырғақтарын ақ және сары түстер арқылы қазақтық ұлттық киімімен және оюларымен ұштастыра бейнеленген. Бәтима Заурбекованың шығармашылығы нағыз ұлттық бояумен қатар заманға лайық. Ол тарихқа тереңірек үңіліп, көне ұлттық символдарды жаңаша ашуға талпынатын декоративті өнердегі Қазақстан суретшілердің бірі. Оның көп жұмыстарының ішінде Қазақстанның ежелгі өнерін паш ететін жартастарға салынған суреттердің ізімен жасалған гобелендеріндегі тамғалы сайындағы петроглифтер мен күн басты құдайлар бейнесі туындыларында басты қаһарманға айналды. Суретші әсемдік көрінісін айналасындағы адамдардан, табиғаттардан да, заттардан да көре білді. Ол көптеген жылдар бойы туындыларында нәзік жанды әйел адамның ішкі жан дүниесінің әдемілігін, парасаттылығы мен ақылдылығын жоғары бағалай отырып, өз көзқарасын романтикалық мәнерде көрсете білді. Суретшінің туындысынан сән салтанатты ұзатылу киімі мен сәукеле киген жас қалыңдықтың бейнесіндегі нәзік бойжеткеннің әлемге кеңінен ашып қараған көзінен ерекше жұмсақтық пен жылулықты байқайсыз. Бәтима Заурбекованың тақырыбын ашатын туындылары өзінің ішкі мазмұны жағынан өте терең. Суретші аналық мейірім деп аталатын гобеленінде қазақ әйелінің жарқын бейнесін жасады. Суретші жас әйелдің тұлғасына басым мән бере отырып, ананың баласына деген шексіз махаббатын бояу арқылы үлкен жылылықпен береді. Бұл туындыға қарай отырып, қазақтың ана бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген даналық сөзі ойға оралады. Суретшінің шығармашылығында натюрморт жанры да ерекше орын алады. Гобелен техникасында орындалып, кенеп бетіне майлы бояумен салынған натюрморттары Қазақстанның оңтүстік өңірінің табиғатының жарқын бояуларымен үндесетін таза да жеке дара түске бай суреттерінің фактуралығымен, сәнділігімен және бояуының қанықтылығымен еліктіреді.
қазақтың дәстүрлі дастарханы, ондағы жеміс жидектері, киіз үй жабдықтарының фонында тартымды бейнеленген. Суретшінің ертегідей сұлу әлемі оның гобелендер топтамасы мен бақыт құсы туындылары кескіндемелік композициясында ерекше орын алады. Нағыз түстік және пластикалық шешім өзінің құбылмалы түстік үйлесімі мен таң қалдыра беретін туындыларының декоративтік құрылымы мен құрайды. Ағаш бұтағында отырған сұлу қауырсынды ғажайып құстар бақыт символын кейіптейді. Адам баласы өзінің бүкіл ғұмырында сол бақытқа жетуге ұмытылады. Суретші Батима Заурбекова адамдар мен өзінің сұлулыққа деген құштарлығын бөліскісі келеді. Оның тоқыма композицияларының ерекше образды әлемінде өткен мен бүгін, бақыт, махаббат, сұлулық туралы поэтикалық және философиялық ойлардың бір тұтас ою-өрнекті астарлы мәнге ие болған. Барлық шығармашылық ізденістерінде суретшінің жеке тұлғасы мен таланты, зердесі мен ішкі түйсігі үлкен орын алады. Дәл осы қасиеттері оның жұмыстарын ешкімге ұқсамайтындай заманға сай етеді. Батима Заурбекова талантты суретші, шығармашыл тұлға әрі тәжірибелі ұстаз болып қалыптасты. Оның соңынан ілескен талантты шәкірттері мен оның адамдарға қуаныш пен сұлулық әкелетін, ешкімге ұқсамайтын өміршең өнерін құрметтеушілер жетерлік. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.